көреміз. Ассалаумағалейкум. Міне өздеріңіз көргендей машинаның дұрыс оталмауы, яғни бұл Toyota Land Cruiser 200-дік 2007 жылғы өзімнің көлігім. Бұның дұрыс оталмау себебін анықтайтын боламын. Өздеріңіз көріп тамашалаңыздар, аяғына дейін көріңіздер. Лайк басып жазылып отырайық. Давление. Мына жерде бір нәрсені байқап қалуға болады. Бұл бізде Toyota Land Cruiser'де өзінің бактағы системасында топливный өзі обратный клапаны болады. Ол 3 бардан асырмауға тырысады. Сондықтан бұл жерде бензонасостың обратный жасалмай тұрған сияқты. Газға көреміз қазір. Басып тұрмыз. Осы жерде міне газды, педальды басқан кезде давление бірден көтерілмейді да, қаттырақ басқан кезде 4-ке барып тұр. Қызық. Сонымен мен Ақтау қаласында өстіп бір айдап келіп жүріп тексеріп көрдім. Ешқандай нарекания ондай кезде жоқ. Ол тек қана жаңағы айдап келгеннен кейін сондай оталмауы. Toyota Land Cruiser 200-дік бензонасостың тұрған жері артындағы сиденье, кішкентай сиденье бар ғой, соны алып тастағаннан кейін ыңғайлы болады барлығы. Алып тастағаны ыңғайлы, сосын мынандай қызықтар бар. Көрдіңіздер ғой, мұндай немен қаңылтыр қиғышпен, қайшысымен отдельно қию керек та. Негізінде бұл әуелден қиылып тұр екен менде. Мен жаңа тек қысқашпен отырып, мынаның бәрін жан-жаққа керіп, мынаның ішін щеткамен тазалап, шаңдарын әлде де тазалап отырмын. Жаңа топырақ бетіне басып кеткен екен. Қазір енді осыны ашуға тырысам. Осы фильтр міне, мынау көлік жүргізушінің астында орналасқан рамада тұр. Мынау сыртқы фильтрі. Сыртқы фильтрі грубый деп айтамыз. Сол сыртқы фильтрі осындай күйде тұр. Көріп тұрғандай. Бірінші мен уже ашып салып тастадым. Ауыстыратын заттарды ауыстырдым, памперстерін. Енді мындай зат істедім да мен қолдан. Бір ұмытып кеттім ғой көрсетуге. Мынаны былай қойғаннан кейін қойып аласың. Съемник қолдан жасап алдым. Гайкаға қатырып жүрдім да. Сосын трещоткамен ашып тастайсың. Так, мен жаңағы памперс ауыстырған кезде мынау енді біткен ғой шамасы. 24 жылғы апрель айында. Мынау регулятор давление деп айтылады. Бұл топливный жаңағы системаның ішінде бактағы. Бұл да регулятор, былай айтқанда обратка деп те айтады бұны. Обратно жібермеу үшін ба. Бұл бар ғой, негізінде европейстерде де болады шығар. Бірақ арабтарда да обязательно болады. Сосын мынандай грубый бар. Ол водительдің астыңғы жағында, рамының дәл астында тұрады. Мынаны бағасын айтуға ұмытып кеттім. Мынаны 7.000 теңгеге алдым. Ешқандай түскен жоқ. Мынаны ауыстырғанда, мынаның өзіне 6.000 теңге кетті. Бірақ мынаны кетті деп айта алмаймын. Себебі өзінікі мықты ұстап тұр. Просто ауыстырып жібердім, ертең қайта-қайта нұрланды деп. Бірақ бензонасосты ауыстырған жоқпын. Себебі давлениесін
көру үшін да. Енді өз гаражым болғасын асықпай тексеріп аламын да, қайтадан шығара қоямын. Жаңағыдай съемник жасап алдым ғой. Болтын снимать еттім, жаңа шештім, міне. Дәл өзі бара екен ғой. Бұлай салып қойдым ал. Бұлай көріп тұр ма? Сосын мынаны айтып ұмытып кеттім ғой. Андай крышка болады. Андай крышка жабық тұрады дейтін де. Так, бұйырса мынаны қараймыз. Үш тап қалды. Мә, тез түсіп бара тұр. Тез түсіп бара тұр ғой неге? Қайсы клапан белгісіз. Енді мына жақта обратный клапан бар, пассажир жағында. Қай жағымен көрсетейін сізге. Так, міне. Бір сағаттай жобада өтті. Қазір давлениесі түскен шығар. Бірақ жаңағы бір сағат, не болмаса жарты сағат, не болмаса 40 минуттан кейін келесіз ғой, сол кезде жаңағы қызбай қалады да кейде. Бір алғаннан от алмай қалады да. Соны қазір көріп бармау жоқ па екен. Бізде қазір обратный клапан ауысқан жоқ, рампадағы, сосын бензин насостағы ауысқан жоқ. Бензин насос ауысқан жоқ. Қалған барлық заттар ауысты. Көрейік. Бисмилла. Солай. Солай. Давление жетпей қалады. Қазір тағы қыздырсаң. Әдемі қысып тұр. Давление жоқ тұр бір жерде. Мен ойлап тұрғаным, енді давление жіберетіні бензин насос. Сосын бензин насостың өзі, болмаса соның бойындағы кеңіртек. Сосын обратный клапан шығарып алуым керек. Біратала бәрін ауыстырып тастайды. Көреміз. Жақсы. Бензобак жақтан мен прямой тексеріп жатырмын. Яғни подачадан. Жаңа 4-ке дейін барды да 3-ке келіп тірелді. Одан кейін жаймен түсіп жатыр. Міне жайлап түсіп келе жатыр уже. Мен ойымша бензин насос ұстамай тұр. Істеп тұр, бірақ ұстамай тұр. Әдемі істейді, бірақ ұстамай тұр. Кеше ауызбен үрлеп қарадым ғой, енді подача жіберетініне. Сәл өткізіп тұр. Есімнен шығып кетті, басқалар қалай жасайтын даже. Короче, мынандай бензин насос алып келатырмын, Масума фирмасына. Яғни Қытай шығар ар жағы. Мынау подача ғой, мынаяқтан сорады. Сол подачадан берген кезде обратно жібермеу керек та. Біздің жаңа қарап жатқан көлігімізде 200-ден. Мынада обраткасы ода ауызбен үрген кезде жіберіп тұр. Жібермеу керек. Мынада қазір жібермей тұр. Енді көреміз осы салып. Құдай Біріне насос шығарып алдым. Насос бірдей. Өзінен шыққан. Бұрын ауысқан екен. Бош деген тұр. Мен қазір Масуман салам. Так, Масуманың бір минус жері. Штеке тағатына жіңішке. Не болса сол жерімізді.
кішкене жалпақтау. Так, бұйырса міне салдым, бәрі орында салдым. Бұрынғы кезде мен суретке түсіріп алдым. Бірінші ашқан кезде сындар болған болып тұр ғой, мына жеріндегі назазаттың да, щелкның шеті да. Суреті бар менде, маған дейін ашылған, мен ашып атқан кезде, қараған кезде қалай болып тұрған, шаң-шаң болып тұрған кезінде. Сосын мен де өзімдің сымымды орап қойдым. Қазір енді давлениесін тексереміз бұйырса. Так, міне давление нөлде жатыр. Бірінші бензин келу үшін қою керек. Бүйтіп қойын. Тағы бір тексерек. Тағы бір тексереміз. Бұл жағдайда кеше біз тексергенде түнде мынау бізде 3-тен төмен түсіп кететін еді. Бірден түсіп кететін еді. Көздеріңіз, өздеріңіз көрген шығарсыздар да, көздеріңізбен видеода бар. Қашанға түсетін, осылай қалдырып кетем. Күн батты. Мына жерде давлениеміз 2,5 болды. Бұл бар ғой, 2-де 2 болса, 2,5-та тұрып қалса, ол болады енді. Негізінде 2,2, 2,5-да тұрып қалса. Негізінде біреулердікі 3-те тұрып қалатындағы бар. Яғни системасы барлығы күшті болып жасап тұрса. Енді қазір 40 минуттай өтті, жаңағыда состояние тұрып қалды. Мына жердегі обратный клапанымыз бар ғой, регулятор давление деп айтылады, толық атауы. Бұл жерде обратный клапан деп айтады, біздің жалпақ тілмен айтқанда. Сол обратный клапаны ауысқан жоқ. Сол егерде жүйе не қылмаса, ода соны ауыстырамыз. Бұйырса мынаны көреміз ары. Неше минут. Қазір мен бар ғой, 1-2 сағаттан кейін қайтып келемін, сол кезде тағы тексеремін. Иншалла. 4 сағат өтті. 4 сағаттан кейін давление жобамен 2-де жатыр стрелка. Енді сброс жасаймыз да бір қыздырып тексеріп қойын. Көлік қызып тұр, оталып тұр. Бәрі жалғанып тұр. Міне бізде мынандай жағдай болып тұр. Барлығы тұр. Мына жерде тек сиденьенің подушкасы жанып тұр. Себебі дейтін біз сиденьені алып тастадық қой. Енді міне бізге көрсетейін қалай оталатынын. Түткеннен алып тұр. Осындай оталып тұрған кезде бізде 2 давление, регулятор давление бар, жаңағыда обратный клапан. Біреуі бактың ішінде, жаңағы топливный системаның ішінде. Біреуі жаңағы топливный рампа бар, капоттағы. Біреуі сол жақта. Екеуі регулятор етіп тұрады. Сондықтан бізде насос мощный болғанмен, 10 жерден мощный болғанмен, бізде обратный клапан жаңағы бәрін қадағалап тұрады. Артық барлардың не қылмайды да, тегіз брос жасап тұра береді. Енді бізде рампаны тексерген жоқ, соны уақыт көрсетеді. Көреміз. Мынаяқтан көрінеді екен, міне. Міне, обратный клапан. Үстінде шеше болуы болады. Осыдан да болуы мүмкін. Көрініп тұр да. Обратный клапан тексеріп отырық. Міне, рампадағы. Тек мына жақтан қойды да сәл-сәл жіберіп тұр. Бірақ қазір мен басқан кезде бәрін ұстап қалады.
қозғалмастан тұр. Бұл сау. Яғни ешқандай слив, ешқандай ағып тұрған, ауа шығарып тұрған жері жоқ. Бұл обратный клапан, регулятор давления топлива, мына істеп тұр. Давлениемен тексеріп жатырмын. Форсунка міне жұмыс жасап келгеннен кейін өстіп тамшылап тұрады машина. Бұттармен не қалдық? Ширина импульсы. Жайдан бастайық та бірінші. По идее бізде осылай береді ғой машинаға жобамен. Утечкісін тексеріп жіберейік. Тест на утечки. Үштен сәл асып тұр дейді болады да. Енді жайлап мұқият қарап алуымыз керек. Енді көріп көрсет. Томпайып шығып тұр ғой. Екінші форсунка. Бірінші форсунка. Төртінші форсунка. Что-то олды нормально сияқты болып кетті ғой. Бесінші форсунка. Тоже нормально сияқты болып кетті. Тазалағаннан кейін, ультразвуктан кейін. Міне. Үш томпайып тұр. Екі томпайып тұр. Бір томпайып тұр. Төрт. Тағы бір тексеріп жіберейік. Старт. Тек қана жобамен 3 бар. Алтыншысы ағып бара тұршы. Камерадан жақындап түсірейін. Мынау алтыншы. Мынау бесінші. Тыныш. Мынау төртінші. Мынау үшінші. Мынау екінші. Мынау бірінші. Осыдан кейін тыныш. Төртпен бес нормально. Сонымен солай достар, бұл проверка барлығы тексерілді. Бензин насос ауыстырылу керек болды, ауыстырылды. Обраткасы ұстамайды. Обратный клапан бензобактың ішінде ол ауысты. Сеткісі ауысты, тағы бір фильтр ауысты. Грубая очистка. Сол проблема табылды. Форсунканың біраз ультразвукпен, біраз немен тексергеннен кейін 3 форсунка аман қалды. Мен қазір мындай белгі болып қойдым. Міне, бір форсункамыз бізде аман қалды. Мына 3-пен ауыстырған кезде. Қалғаны 4-пен 5 нормально. Солай. Лайк басыңдар. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей барлық проблемалар шешілді, табылды, ауысатын заттар ауысты. Енді қалғаны форсункаларды сатып алу қалды. Барлығыңызға сәттілік, барлығыңызға үйлеріңізге береке берсін. Лайк басып, каналға жазылыңыздар.